Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан тюльпан самсасының рецептісімен бөліскім келеді. Жасалуы өте оңай, қамыры үгілмелі дәмді самса. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға електен өткізіп, ұн салатын боламыз. Мен қамырды Kenwood машинасында елейтін боламын. Қолмен елесеңізде оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Електен өткізілген ұнға мұздай сармайды салып үгітетін боламыз. Егер қамырды қолмен елейтін болсаңыз, мұздай сармайды ұнымызға үкіштен өткізіп алған дұрыс болады. 3-4 минут шамасында араластырып болғаннан кейін бізде осындай крошка пайда болуы керек. Енді осы пайда болған крошкамызға дүкеннің 15 немесе 20% қаймағына тұзды сәл араластырып, қосып қамыр елейтін боламыз. Достар, егер сіздерге видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Осымен біздің қамырымыз толық дайын болды. Қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осы қамырды целлофанға салып, холодильникке 10 минут шамасында қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына сиырдың тартылған еті және 2 кішірек пияз ұсақтап турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен салмамыз толықтай дайын болды. Енді холодильниктегі қамырымызды пакеттен шығарып, теңдей кішкентай бөліктерге бөліп, шариктап шығатын боламыз. Мен қамырларды 23-25 грамм шамасында осылай етіп бөліп дайындайтын боламын. Дастарханға қойғанға өте ыңғайлы және көлемдері бірдей болады. Осылайша қамырлардың бәрін теңдей бірдей бөлікке бөліп болғаннан кейін ұнның көмегімен домалақтап жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырларды бір келкі етіп жайған дұрыс, бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалса, дұрыс түйілмей қалады. Сондықтан барлық жерін бірдей етіп, әдемі қылып жайып алуымыз керек. Қамырымызды домалатып, жұқалап жайып болғаннан кейін бір шетін пышақпен кесіп, видеода көрсетілгендей етіп, бір шай қасық шамасында салмасын салып, қамырдың шетін жабыстыратын боламыз. Енді осы кесілген бойымен домалатып алып, осылай астын біріктіретін боламыз. Жақсылап, ең соңғы слойды жақсылап біріктіріп, енді формасын түзеп, әдемілеп қоятын боламыз. Мінекей осындай тюльпан формада әдемі болып шығады. Піскеннен кейін томпайып, одан сайын әдемі болатын болады. Енді келесі самсалардың барлығын осылай бір келкі етіп жайып дайындайтын боламыз. Осылайша самсаларымыздың барлығын түйіп болғаннан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, самсаларды қойып, бір жұмыртқаны бөлек ыдысқа жарып, араластырып, сыртына жағатын боламыз. Жұмыртқаның үстінен міндетті түрде күнжіт сепсеңіздер әдемі түр беретін болады. Осы кезде пешімізді қыздырып дайындайтын боламыз. 180 градуста 35
40 минут шамасында пісіп дайын болады. Достар, егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Менен тағы қандай жаңа видео рецепт күтесіз, міндетті түрде өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Осымен біздің үгілмелі тюльпан самсамыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Қараңыздаршы, бөлінгенде сондай жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Қонақтарыңызды тәнті қылатын самсаның бірі. Міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.